Достар, уже екінші бөлім. Мен артқы шашымды түйем, алғы екі шашым шығарам. И мына жерде құлағымның қасындағы шаш шығарам. И все. Бізде Айша Бибі деген қыз вокалды істейді осылай. Мен негізі осындай укладка жақсы көремін. Әй, мен кекілім қайда кетті? Бірінші кекілім жоқ болып кетті, алып кеттім мен. Алып кеттім. Жақсы, онда мынаны алып кете салайын. Керек емес бөліп. Бұл негізі алдыңғы шығармайды, тек мына құлақтың қасында шығарады. Осылай, менде екі резинка сразу. Неге себебі түйуге екі резинка керек болады маған. Мен түйгенде андай етіп түйемін да. Екі резинкамен шпилкамен түймеймін. Неге себебі мен шпилкамен түйгім келмейді. Шпилка басымды ауыртып тастайды. Енді кеттімден сулап келем. Осылай Достар, осылай шыққан шығар. Мен осылай істеген жақсы көремін. Мен, как всегда, істемеймін, тек қана арасында істеймін. Бұл шаш маған өте қатты ұнайды, бұл укладка. Мен андай шашымды бере алайын да, и дұрыс шықпаса, тұрамын да осылай істеп тастаймын. Артым түйілген, шетін шығарып қоямын осылай. Әдейі өткіземін. Әдейі прям. Барлығы бұны андай киноға, не істегенде, фотофариатқа барғанда істейтін. Негізінде ше, мен бірақ осылай істеймін. Бұл маған өте қатты күшті, бәрінен өте шығар енді бұндай укладка. Сосын дейтін, мен мына құлағымның алдына шығарған жақсы көремін да.